Құрметті оқырмандар, Нұрекеңді кездестіріп қалдым. Және де кеше ғана президентіміз айтқан ұлттық рухани құндылықтарымыз туралы пікірін білгім келіп отыр. Халқымыздың дүние танымына сай дәстүрлі исламды дәріптеу аса маңызды. Оның ғылыми теориялық негізін дамыту қажет. Мысалы айтайық, 15 жастың маң айналатын болсақ, қазақтың өзі айтқан ғой, ол 15-ке келгенде қолда ұстаған қобызың дейді. Сол қобыз сияқты тәрбиеленген баланы ертең ол 5 жылдан кейін осы мемлекеттің бір тізгінін ұстайтын азамат болады. Сол азамат болған кезде оның рухани бай болуы, қазақ айтпақшы құдайдан қорықпағаннан қорық деп, ол мүмкін қашанғы камерадан қорқып, қашанғы біреуге алақтап өтеді. Ол құдайдан қорқатын азамат болып өсу керек. Ал оны ата-ана тәрбиелеп беру керек еді да. Бірақ десе де, осы біздің қазір рухани тәрбиеміз және оның діңгектің нық болуы, сонымен бірге жастардың басқа бір ағымдардың, жетектердің, топтардың бағытында кетпеуі бізге өте маңызды дүние. Неге? Өйткені бұл жастар бір-біріне краска сияқты бір-біріне жұғыш болады. Ақ мына қағаз сияқты бір-біріне дақтар тез жұғады. Сондықтан біз бұларды дұрыс тәрбиелеп, бұлардың ата-бабамыздан, кешегі Абай Хакім бабамыз айтқандай, Машһүр Жүсіптің жолы менен қазақтың жолы мұсылмандық, имандылық ол. Ол біздің ажырамас бөлігіміз. Сондықтан біз осы тұғырымыздан ұзамауымыз керек. Осыны кеше президентіміз баса айтты. Бұл өте қажет еді. Сол нәрсе енді ары қарай дамыса екен деп тілейміз.